Сәлем достар, осы видеода One Piece анимесі мен киносының айырмашылықтарын табатын боламыз. Каналға тіркеліп ыңғайланып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Анимеде Луфи бочкадан шыққан болатын. Ол анименің басында болған болатын. Ал киносында Луфидің толықтай қалай пират болып яғни теңізге шыққаны туралы айтылған болатын. Кинода Зораны бірінші болып, оның охотник болып жүрген кезінде бастаған болатын. Ал анимеде Зора просто байланып тұрған болатын. Аларың өтірік болды, серьезно. Багилар ұйықтататын у шашқан жоқ бұларға. Анимеде Луфилар сирктің ішінде төбелескен жоқ. Ничего, ақшасы жетпей жалған шығар. Олардың барлығы далада төбелескен болатын. Мыналарың вообще дұрыс болмайды. Арулық вообще Багиді танымайды дағы. Тем более Луфи оны резеңке соққысымен сибал сағып жіберген. Тағы да бір дұрыс емес локациядағы төбелес. Фильмде Луфи қалай қызметкер болып кеткен айтайын ба? Олардың просто төлейтін ақшалары болмаған екен. Неге жалғыз Луфи істеген? Неге Нами істемейді? Неге Зора істемейді? Оны білмейміз. Анимеде Луфи өзінің кәсібилігінің кесірінен жұмысқа кіріп кеткен болатын. Мынау сұмдық қой, анимедегі сценарийді ала салмай ма? Аяғы қысылып аяғын кесіп тастады деген жақсы ғой. Мынау не? Қарны ашқанның аяғын жақ қойды деген. Кішкене анимедегі сценарийді де алу керек қой негізі. Анимедегі Гарп жақсы ма, әлде фильмдегі Гарп жақсы ма десем, мен ойланбастан анимедегі Гарп жақсы деуші едім. Мына қызды көріп тұрсыздар ма? Мына қыз ше, мына қыз. Түріне қарасақ Луфидан да аппақ. Мынау не? Шығарып қойған. Осы жері фильмдегі ең говно жері.